Уассалату уассаламу аля расулилля саллаллаху алейхи уассалям. Барлық мақтау Аллаға, пайғамбарымызға салауаттар мен сәлемдер болсын. Ан ибн Аббас радиаллаху анхума қал Расулуллахи саллаллаху алейхи уассалям: Игтаним хамсан қаблал хамс, шабабака қабла харамик, ва сиххатака қабла сақамик, ва ғинаака қабла фақрик, ва фарағака қабла шуғлик, ва хаятака қабла маутик. Рауаху ла-Хаким. Ибн Аббастан риуаят етілген пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өсиет хадисінде былай дейді: 5 нәрсе келмей тұрып, 5 нәрсені пайдалан. Қарттық келмей тұрып, жастық шағыңды пайдалан. Ауру келмей тұрып, денсаулығыңды пайдалан. Кедейлік келмей тұрып, байлығыңды пайдалан. Қиын бір уақыт келмей тұрып, бос уақытыңды пайдалан. Және өлімің келмей тұрып, өміріңді пайдалан деген екен. Хакимнен риуаят етілген осы хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзінің үмметіне бірнеше нығметтердің атын атады. Бұл жастық шақтың нығметі, денсаулықтың нығметі, байлықтың нығметі, бос уақыттың және өмірдің нығметі. Алла тағала Құранда айтады: «Сумма ла тусалунна яума идин анин наим». Шындығында ол күні сендер міндетті түрде нығметтен сұраларсыңдар дейді. Сондықтан да осы пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның ескерткен хадисін өз өгімізден өткізіп, өмірімізде амал қылуды баршамызға нәсіп етсін. Алла разы болсын.